Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен шұжық әзірлейміз. Бізге ол үшін жылқының кесек еті керек. Кесек етін қатты майдаламай, текше тәріздес етіп турап аламыз. Кесек етімізді турағаннан кейін жылқының іш майын, бүйрек майын, жүрек майын осы шұжыққа пайдалануға болады. Іш майларды да майдалап тураймыз. Шұжығымызға ерекше дәм келтіретін пиязымыз молырақ болғаны жақсы. Пиязымызды да текше тәріздес етіп турап аламыз. Етіміз бен іш майларымыз әбден араласқаннан кейін үстіне пиязымызды қосамыз. Пиязымыздың үстіне 3 уыс тұзымызды қосамыз. Жобамен 250 грамдай. Оның үстіне 50 грамм бұрышымызды, оның үстіне 2 шай кесе газдалған суымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Шұжығымыз әбден араласқаннан кейін жақсылап жуылған шектерімізге ет тартқыштың көмегімен шұжығымызды керекті ұзындықта жасап аламыз. Мен шұжықтарымыздың аузын жіппен бумадым. Бұл жағдайда тіс шұқығышты пайдаландым. Шұжығымыз жарылмас үшін шегіміздің екі жағынан 2 сантиметрдей бос орын қалдырдым. Сол кезде шұжығымыз етпен бірге піскенде жарылмай пісетін болады. Осымен шұжығымыз дайын. Алдағы уақытта осы шұжықты қарынға да жасап көрсететін боламын. Ол үшін видеома қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мұздатқышқа салар кезде әр шұжықты мешокқа салып қатырасыздар. Видеоны толық қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.